Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін ерекше формат, ерекше видео деп айтуға болады. Неге? Себебі алдында көріп отқандарыңыздай физраствор, яғни қарапайым халықтың арасында физраствор деп сеңіз түсінетін, жалпы медицина тілінде натрий хлор изотоникалық ерітінді деп жатамыз. 0,9% физраствор ерітіндісі 250 мг. Сонымен қатар аскорбинка бізде С витамині деп айтылады, оны да білесіңдер. Ал қарапайым тілде фруктылар, Неге мен фрукты жалпы физрастворды алдыма алып отырмын десеңіздер, бүгінгі тақырып бізде витаминдер тақырыбы болмақ. Витаминдер десе жалпы көп адам қандай витаминдер түсінеді. Енді мен көбінесе байқап жататын дүние ол қарапайым халық осы физрастворға жаңағы В1, В12, В6 сонымен қатар аскорбинка соның барлығын араластырып алып жатқандығын байқаймын. Өздеріңіз білесіздер, мен аптекада жұмыс жасадым және медсестра болып жұмыс жасағанда бар, ал қазіргі таңда жоғарғы дәрігер болуға дайындалып жатырмын, жоғарғы медициналық университетте оқып жатырмын. Енді қараңыздар, мен осы дүниелерді көріп жүріп, мен қазіргі таңда халықтың қателесіп жатқандығын айтқым келеді. Мен осындай видеоларым арқылы сіздерге пайдам тисе деймін. Неге? Себебі біз түсінуіміз керек, кез келген дүниені жасаған кезде ойланып жасауымыз керек. Біздің қарапайым халық дәрігерге барып қаралғанды жөн көрмейді. Олар біреудің айтқанын тыңдап алып, соны алғанды жөн көреді. Бірақ оның сіздің организміңізге қаншалықты пайдасы тиіп жатыр деген ой ешкімді қызықтырмаса керек. Солай болса керек, себебі кез келген адамды естимін, қызым, менің иммунитетім түсіп кетті, менің иммунитетімді көтеретін маған дәрі керек дейді. Ал ол дәрі қалай десеңіздер, осының ішіне барлығын салып араластырып алады да иммунитетім 100% көтеріліп кетеді деп ойлайды. Ал ол дұрыс емес ой екендігін біз қарапайым халық соны түсінуіміз керек. Қараңыздар, тіпті ғалымдардың зерттеуіне сүйенетін болсақ, кез келген реакцияға түсетін дүниелер, мысалы су мен хлорды қосқан кезде немесе басқа сондай реакцияларды бір-біріне дұрыс әр қайсынан кейін жеке-жеке, мысалы бірінші мына нәрсені қою керек, екінші мынаны қою керек, үшінші мынау кезек-кезегімен тұрған дүниелерді кезек-кезек құймайтын болсақ, онда біз соңында шығатын нәтижені дұрыс ала алмаймыз деген олар қорытынды жасайды. Получается, мына 2 мен 3-тің орнын ауыстырып жіберетін болсақ, біздің реакциямыз дұрыс шықпайды. Сонда біз бұл жерден не түсінеміз? Кез келген дүние ол орын-орнымен болу керек. Егер сіз мына физраствордың ішіне мына дәрілердің барлығын былықтырып құйып алатын болсаңыз, ол сіздің организміңізде ешқандай да пайда бермейді, егер зиянын келтірмесе. Бүгінгі тақырып бізде витаминдер тақырыбы. Қараңыздаршы, енді нақтылап сіздерге барлығын түсіндіріп өтейін. Витаминдер деген жалпы ол организмге белгілі бір реакциялардың жүруіне, біздің организмде химиялық реакциялар жүріп жатады. Ал бізде бар, который кофермент деген әртүрлі ферменттер бар. Осы коферменттердің қатарына бізде витаминдер де кіріп жатады. Яғни сіздің организмде жүріп жататын реакцияларды күшейту үшін әсерін тигізеді. Жалпы витаминдер бізде олар 2 топқа жіктеледі: суда еритін витаминдер және майда еритін витаминдер. Майда еритін витаминдерді АДЕК деп жаттап алсаңыздар болады. А, Д, Е, К витаминдері. Ал суда еритін витаминдер бізде в основном в комплекс витаминдер болып келеді. Ол қандай? В комплекс деп не үшін айтамын? Жалпы енді В витаминінен құралған витаминдер деген мағынаны береді ғой. Ол В1, қараңыздар, кез келген витаминнің ол қарапайым халықтың айтатын тіліндегі, қарапайым жалпақ тілде айтатын болуы мүмкін, ал екінші тілі в основном медицина тілінде айтылады деп түсіндірсек болады. Себебі В1 десең барлығы түсінеді. А В1 деген витамин бар, я знаю деген сияқты. Ал В1 витамині ол негізінде тиамин деп айтылады. Екінші витамин ол В12, В12 витамині ол цианокобаламин деп айтылады. Ал тілге қиын болғандықтан барлығы оны қызыл витамин деп айтады, потому что оның түсі қызыл. Келесі ол В6 витамині ол перолексин. Келесі витамин ол ПП витамин, немесе В5, В5 ол никотиновая кислота деп айтады в основном. Келесі ол олардың құрамына аскорбинка деп кіреді, суда еритін витаминдерге. Оның аскорбиновая кислота немесе С витамині деп жалпы халықтың арасында тараған деп айтуға болады. Енді қараңыздар,
кез келген жағдайда сіз иммунитетіңіз түсіп кетеді немесе әлсіреп кетесіз. Осы кезде көбінесе біздің пациенттеріміз, біздің қарапайым халық витамин алғанды жақсы көреді да. В основном физраствор алғанды жақсы көреді. Себебі мен бұны отрицать етпеймін, то что немесе сізге осы системалардың ешқандай пайдасы жоқ деген сияқты дүниелерді айтқым келмейді. Бірақ пайдасы бар, сіз оны дұрыс пайдалана білсеңіз. Біздің қарапайым халық мынаның ішіне барлығын салып қолданған ұнатады да. Ол дұрыс емес. Неге? Себебі кез келген жаңа айтып өткен витаминдердің барлығы ол өзіндік организмізде қызметтер атқарады. Мысалы, В1-ге тоқталатын болсақ, тиамин, ол в основном нерв жүйеңізге көмектесетін болып келеді. Ал В12 ол қан. Сіздің мысалы айтып жатады, естіген боларсыздар, осы В12 жетіспеушілік, анемия адам организмінде туындайды. Егер осы витамин сізде аз болатын болса, онда сізде осы витаминнің фолиевая кислота деп жатамыз. Сол екеуі бірге қосылып, сіздің организміңізде азайып кетеді де, ол сондай анемияға душар етеді. Оның да өзіндік жеке айтылатын тақырып олардың барлығы. Келесі, аскорбинка ол сіздің жағдай в основном иммунитетіңізді көтеруге, немесе аппетитіңізді ашуға деп жатады. В основном аппетитті ашуға деп жатады қарапайым халықтың арасында. Сондықтан да көріп тұрғандарыңыздай, бұл витаминдердің барлығы әртүрлі қызмет атқарады. Егер сіз оны алсаңыз, сіздің организміңіз күшті кетеді деген сөз емес. Себебі сіз бұл витаминдерді алып жатқан кезде сіздің нерв жүйеңіз дұрыс болуы мүмкін. Немесе қаныңыз аз емес деген сияқты, сондай әртүрлі дүниелер бар. Олар жеке болып қолдану керек. Олар чередовать етіп беріледі. Дәрігерлер жазып береді рецептке, который В1-ді бүгін аласың, ертең В6 алуың керек. Мынаумен мынаны аласың деген сияқты. Ал біздің қарапайым халық оны түсінбейді, оның қандай организмге кері әсерін тигізетіндігін түсінбейді, және оның қандай пайдасы бар екенін түсінбейді, просто осылардың барлығын ала салады. Бірақ мен бірде-бір рецепт көрмеппін, который осы физраствор немесе глюкозаның ішіне осы витаминнің барлығын қосып бер, ол адам бір күнде алсын деген ешқандай рецепт көрмегенмін мен. Сондықтан да достар, олай алуға болмайды. Бірінші сіз біліп алуыңыз керек, сіздің организміңізге қандай витамин жетіспей жатыр, соны ғана алуыңыз керек. Ал енді кеттік. Мен сіздерге жалпы бүгін осы физраствормен, осы аскорбинка қышқылымен физрастворды бірге алсаңыздар болады. Ол аскорбинканы қосу, ол әркімнің жаңағыдай дәрігердің тағайындауына байланысты. Сізге қанша тағайындайды? Өзі 2 мм болады. Осы бір физрастворға осыдан 3 немесе 2 салынады. Ол адамның возрастына, жалпы ауру деңгейіне байланысты. Ал аскорбинканың өзінде бөлек тағайындап жатады. Осыны мен өзім салған кездер болды, который осының 10 мм прям бірге тағайындайды, 8 мм, 4 мм әртүрлі қылып тағайындайды. Енді осы екеуін алсаңыздар, мен қарсы емеспін. Ала беріңіздер осы екеуін, пожалуйста. Андай барлығын былықтырып бірге алмаңыздар. Енді осылай алған кезде сізге қандай пайдасы бар деген жағына келейікші. Жалпы бұл аскорбинка сұйықтық, мынау айтып отқан физрастворымыз изотоникалық ерітінді ғой. Бұл в основном қанның бізде плазмалық құрамына жақын келеді. И сондықтан да ол қанға түскен кезде ол қанның жақсы айналуына көмектеседі. Бізде тромбтардың пайда болуының алдын алады жалпы. Ал аскорбинка қышқылы ол бізде жаңағы капилляр бар ғой, майда тамырларымыз. Солардың эластикалық қасиетін жақсартуға өте бір өзіндік көмегін тигізеді. Ал біздің сол майда тамырларымыз жақсы жұмыс жасайтын болса, онда сіздің аяқ ұштарындағы, қол саусақтарындағы қан айналуларыңызға өзіндік пайдасын тигізетін болып келеді. Келесі қасиеті ол, основном біз білеміз, осы аскорбинка С витамині основном аппетитті ашады деп жатамыз. Кейде біздің аппетитіміз болмай кетеді, грипп кездерінде жалпы суық деп жатады біздің организмімізге. Бірде ыссы, бірде суық болған кезде адамдарға суық тиеді сондай кездерде. И сіздің сол кезде жайлап иммунитетіңіз төмендеп бастайды, сіздің аппетитіңіз болмайды, тамақ жегіңіз келмейді. Осындай кездерде осы физраствор мен аскорбинканы алып жіберсеңіздер, кішкене сіздің табетіңіз ашылып, тағамдарды жайлап жақсы қолданатын боласыз. Енді біреулер ойлайды, қатты аппетитімді ашып жіберді, сондықтан көп қолданбай жатады да, ол сіздің иммунитетіңіз түсіп кетті, сіз бірден алдыңыз, бірден сіздің аппетитіңіз ашып жібереді деген дүние емес ол. Жайлап әсер етеді ол. Постепенно әйтеуір сіздің қатты иммунитетіңіз әлсіреп кетпес үшін осы витаминді алып тұрғаныңыз пайдалы. Келесі, мысалы, ерсі көрсе айтатын дүние, мысалы, алкогольді қолданып жатады үлкен адамдар.
алкоголдан кейін оның ертесіне басы ауырады, тұрғысы келмейді, кеше не болғанын есіне түсіре алмай жатады, иә, жағдайлар болады ондай. Құсу, сонымен қатар диарея болып жатады. Енді әртүрлі адамда әртүрлі ғой. Осы арақ ішкен кезде көбінесе осындай физрастворларды алып жібергеніңіз дұрыс. Аскорбинкпен алып жіберсеңіз, сіздің организміңізде кеше ішкен токсиндеріңіздің барлығын жуып шаюға более көмегі тиетін осы физрастворлық ерітінді болып табылады. Келесі ол, мысалы, жаздың кезінде әртүрлі инфекциялық аурулар болып жатады, жаңа айтқанда диарея, іш өту, мысалы, қауын қарбыз тіпті жемістердің өзін андай қызып тұрған кезінде жеп қояды, иә, үлкен адамдардың өзі жумай жейді деген сияқты. Сол кезде сізде әртүрлі диарея болады. Осы кезде сіздің организміңіз тазартуға күш қуат беретін осы физраствор болып табылады. Физраствор мен аскорбинкіні сондай кезде қолдансаңыз, сол инфекциялық аурулардың алдын алады. Достар, қараңыздар, жалпы сізде әртүрлі аурулар, мысалы, жаңағыдай ишемиялық аурулар деп жатамыз, иә. Біз әртүрлі разрывтардың болуы, мидай разрывтардың болуы, оның барлығы қан тамырларының қабырғасының дұрыс болмауынан пайда болады. Сіздің қан тамырларыңыздың қабырғасы дұрыс болғанын қаласаңыздар, онда аскорбинкімен осы физраствор ерітіндісі оған да белгілі бір тарапта көмегін тигізетін болып табылады. Кез келген дәрі, бірақ ол маған мына жерде пайдалы екен деп оны ала бермегендеріңіз дұрыс. Оны барынша дәрігеріңіздің, өзіңіздің жаңағы отбасылық дәрігер деп жатамыз, жалпы терапевттер болсын, сондай дәрігерлердің ұсынысымен ғана алғандарыңыз дұрыс. Бірақ жалпы осындай өзіндік жақсы пайдалары бар. Сіздің қан айналымыңыздың жақсы жүзеге асып отыруына жалпы физрастворлық ерітінді пайдалы. Бірақ оны оңды жоқты ала беруге де болмайды. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар, өзінің шегі бар. Сондықтан да кез келген дүниені уақытылы пайдаланғандарыңыз дұрыс. Ал витаминдердің барлығын араластырып, былықтырып алып жүрген болсаңыз, оны доғарып, барлығын дұрыс инструкциясымен алғаныңызды қалаймын. Өз денсаулығыңыз өзіңізге керек, сондықтан да біреу айтты екен деп ала берудің қажеттігі жоқ. Бұл ақпараттар пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.